Hi guys, how are you? This is Janibek, your online English teacher, and today we are going to continue our lesson. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Және де бүгін біз өзіміздің келесі сабақтарымызды жалғастырамыз. Бірінші бүгін өтетін тақырыбымыз бұл бізде like, love, hate етістіктерінің сөйлемде қолданылуы. Және де оған ing жалғауының жалғануы. Like дегеніміз бұл жерде ұнату деген мағынаны береді. Love жақсы көру, hate жек көру. Яғни осы үш жетістіктерде сөйлемдерде қалай қолданылатынын көреміз. Мысалға алып қарайтын болсақ, I like eating fast food. Яғни мен ұнатамын жегенді fast foodты, яғни тез дайындалатын тамақтарды жегенді ұнатамын. Осы кезде eat деген бізде тамақ жеу деген жетістік болатын болса, like жетістігі келіп тұрғанда біз мына жерге eat-тен кейін ing жалғауын қолданамыз. Сонда бізде жеуді деген мағынаны береді. Және келесі мысал, he doesn't love working at the weekend. Ол ұнатпайды не істегенді, жұмыс істегенді at the weekend, демалыс күндері, яғни ол демалыс күндері жұмыс істегенді ұнатпайды. Және келесі мысал, we hate studying. Біз жек көреміз, яғни ұнатпаймыз, study оқу, ing-ді қоссақ, сол нәрсені деген мағынаны береді. Яғни бұл қазақ тілінде табыс септігін көбінесе меңзейді. Studying, яғни оқуды. Біз оқығанды ұнатпаймыз деген мағына келеді. Және біздің келесі тақырыбымыз бұл present continuous тақырыбы. Present continuous ағылшын тіліндегі 12 шақтың бірі болып табылады, және де бұл өте маңызды. Present continuous қазақ тіліндегі нақ осы шақ деген етістікке келеді екен. Present continuous-тің қолданылу структурасы, яғни құрылымы былай болып келеді. Біріншіден міндетті түрде бастауыш тұрады, және одан кейін am, is, are үш жетістіктің біреу тұрады. Және де бұл бастауышқа байланысты. Яғни I болса am, he, she, it-ға is, you, we, they-ға are. Және келесі оған жетістік жалғанады, жетістікке ing жалғауы қосылады екен. Present continuous қай кезде қолданылады? Дәл қазір болып жатқан іс-қимылға қолданылады. Яғни дәл қазір адам не істеп жатыр? Сол кезде қолданылады екен. Мысалдарға көз жүгіртсек. Біріншісі positive sentence-те. You are cooking in the kitchen. Яғни cook деген дайындау, тамақ дайындау. Сен тамақ дайындап жатсың. Қайда? In the kitchen. Ас үйде тамақ дайындап жатсың. Және осыдан question, яғни сұраулы сөйлем шығару үшін бастауышпен, яғни есімдікпен жетістіктің орнына ауыстырсақ болды. Сонда are you cooking in the kitchen? Яғни сен ас үйде тамақ дайындап жатырсың ба? Және келесі negative, яғни болымсыз сөйлемде you are not, яғни not жалғауы қосылады бұл жерде. You are not cooking in the kitchen. Are not-та are-ны қысқартсаңыздар болады. Екі версиясы дұрыс болады. Және кейбір мысалдар I am going to home from school. Яғни мен go деген бару, ing жалғалып және де оған to be-дің етістігі тұратын болса, I am going to home. Мен бара жатырмын. Қайда? Үйге. From school. Қайдан? Мектептен. She is reading a book. Ол read деген оқу, is ing жалғанатын болса екі жағынан she is reading, яғни ол оқып жатыр a book. Қандай да бір кітап оқып жатыр. Келесі мысал, they are playing basketball. Олар ойнап жатыр. Play ойнау, ing жалғанды. Яғни олар ойнап жатыр баскетбол. Олар баскетбол ойнап жатыр болып табылады. Present continuous-тың қысқаша түсіндірмесі осылай болады. Және біздің өтетін келесі тақырыбымыз бұл there is, there are структурасы, құрылымы. There is, there are қай кезде қолданылады? Белгілі бір жерде бір нәрсе немесе бір адам болған кезде қолданылады. Яғни белгілі бір жерде, яғни бір кітап бар, бір зат тұр дейтін болсақ, осы екі структура қолданылады. There is жекеге, яғни single, жеке затқа, бір затқа немесе бір адамға, there are көпшеге, plural, яғни көпше түрге, заттар болатын болса. Мысалға, positive sentence, яғни болымды сөйлемде. There is a book on the table. There is деген, яғни бар деген мағынаны береді. Бар не? Кітап қайда? On the table. Үстелдің үстінде. Яғни үстелдің үстінде кітап бар. Қазақ тілінде керісінше аударғанға келеді. Осыдан сұрақ шығаратын болсақ, біз there is бен there-ның орнын ауыстырамыз. Сонда is there a book on the table? Яғни кітап орындық үстелдің үстінде кітап бар ма деген сұрақ келеді. Яғни келесінде негативті, яғни үстелдің үстінде кітап жоқ дейтін болсақ, there is-ден кейін not-ты қойып жіберсек болады. There is not a book on the table.
Және кейбір мысалдар. There are some boys over there. Яғни there are бұл айттық жаңағы көпше түрге дедік. Бұның да мағынасы бірақ бар деген мағынаны білдіреді. There are some boys. Бар кейбір жігіттер over there. Ана жақта. Яғни ана жақта кейбір балдар, кейбір жігіттер бар. Немесе тұр деген мағынаны білдіреді. Келесі мысал. Are there any girls at school? Яғни сұраулы белгісінде тура жаңағыдай is бен the'ны орналастырғанда бұл жерде are мен the'ны орналасады. Are there яғни бар ма дейді. Any деген мағынасы қандай да бір girls қыздар at school мектепте. Яғни мектепте қандай да бір қыздар бар ма дәл қазіргі уақытта деген мағынаны білдіреді. Зераның жалпы қысқаша түсіндірмесі осылай түсінікті болды деп ойлаймын. Рахмет.